Душқа түсіп дайындап қойған қалың орамалмен сүртініп болып жататын бөлмеге келдім. Төсекке жатуын жатқанмен ұйықтай алсамшы, әрі аунадым, бері аунадым. Осындайда көмектесетін әдісім бойынша ішімнен мыңға дейін асықпай санап, одан кері қарай санап көрдім. Мың қырығыма да кірмейді. Бұл жағдайымның арғы себебі түсінікті ғой. Тап қасымдағы бөлмеде сарымайдай балқып, сұлу, өзім жан тәніммен, бар болмысыммен сүйетін келіншек жатса, даңғарада үйде екеумізден басқа жан жоқ болса, ойламайын десем де, ми қыртыстарым сол ойға қайта айналып келе береді. Басқа дүниенің барлығы мақұрым қалғандай. Мана ғой, ол соңғы автобустан түсерде мені көріп қуанып кеткен жоқ па? Мына жақтан түн ішінде неғып жүрсіз? Автобустан қалмай жүре беріңіз, әуре болмаңыз деген сияқты әңгімелер айтқанда жоқ қой. Шайдың үстінде де жылы қабақ танытып, жайраңдап көңілді отырды ғой. Бірнеше рет шай ұсынған кесесімен бірге оның сүйдіктей әдемі саусақтарын ұстап, қысып алғанымда да ренжіген жоқ. Қолын сілкіп тартып та алмады. Өткеннен бері қасында жүргенде менің өзінде көңілім барын қалай сезбейді? Әлде мені менсінбей ме? Жас баладай санай ма? Егер менен де басқа қырындап жүрген жігіті, азаматы болса, мана неге жалғыз келді? Ол адамы мынандай сұлу келіншекті жеті түнде неге жалғыз жібереді? Сұрақ көп, жауап жоқ. Батыл қимылдап, қазір жатқан бөлмесіне жетіп барсам, бәрін бүлдіремін бе? Дөрекілік жасады, көргенсіз екен деп ойлап, осы күнімнен де айырылып қалмаймын ба? Ішкі ойым айтады, осы қазір қимылдап қалмасаң артынан кеш болады. Мынандай мүмкіндік саған күнде бола бермейді. Осыған дейін тіпті үйінің есігінен де аттай алмай кеткен жоқсың ба? Тез қимылда. Жаздың таңы ерте атады. Енді кешігуге жол жоқ. Сұлу келіншек сені сүйеді, тек өздігінен айта алмай, сенен сондай сөзді күтіп жүр. Бүгін сенің келгеніңді көргенде көздері жарқ ете қалғаннан ақ барлығын білуге болмай ба? Өткенде би алаңында да қоймастан өзіңмен билегені не үшін? Сүймеген адаммен осыншама билер ме еді? Осылайша сансыз сұрақтармен арпалысып, дөңбекшіп, өзімді өзім қайрап көзім ілінбеді. Талай шайқастарда қайтпаған жүрегім осы келіншектің алдында жас баладай именшектей беретіні несі? Қанша аунақшағанымды өзім де білмеймін. Бір мезгілде шешімге келдім. Нар тәуекел. Шешінген судан тайынбас дей ме, әлде сүт сұрай келіп ыдысыңды жасырма дей ме, білмедім. Бір істі бастауға бел шештім. Орнымнан тұрып, мысық табандап, дыбысымды шығармауға тырысып, сұлу келіншектің жатын бөлмесіне қарай жүрдім. Есігі кілттенбеген, бөлмеге терезенің ашық тұрған желдеткішінен форточка түскен ай сәулесі жарық беріп тұр. Тым жақсы жарық. Ортадағы тең кереуетте, әппақ төсекте, жамылғысы жартылай ашылып, қолаң шашы жастыққа жайылып, кермаралдай керіліп сұлуым жатыр екен. Алаңсыз ұйқыда сияқты. Менен келетін еш қауіп жоқ екеніне сеніп, маған сеніп, шырт ұйқыға кірген. Ойпырмай, алдымдағы ақ төсекте қаннен қаперсіз ұйқыда жатқан не деген керемет әдемілік десеңші. Ұйқыдағы ару кереуеттің бір шетіне отырып, қолыммен шашын сипап, әппақ төсінен ернімнің ұшымен жайлап қана сүйе бастадым. Оянды, көзін аша алмай, кірпіктері қимылдап, денесін жинап алғысы келіп, жартылай ашылып қалған жамылғысын іздеді. Қолдарымен мені итеруге талаптанды. Бірақ бұлардың барлығы тек әдептілік сақтап қарсылық көрсетудің ишаралары сияқты көрінді маған. Тыпырлап, орнынан атып тұрмақшы болып, қатты шұғыл қозғалыстар жасап жатқан жоқ. Демек, менің құшағыма енуіме қарсы емес сияқты ма, қалай? Ойлап тұруға дәтім жоқ. Не де болса, басталған істі жалғастыруым керек. Артынан көре жатармын. Сұлуымды құшағыма ала бердім. От боп жанып жатыр екен. Сүймеген жер қалдырмадым. Шашынан, көздерінен, ерінен, ақ тамағынан, әппақ төсінен, анарларының ұшынан, әппақ білектерінің салалы саусақтарынан қолдарымның сипамаған жері жоқ. Әсіресе анарларын қысып-қысып, аш белінен құшақтап, өзіме тартып едім, қарсылық көрсеткен жоқ. Бауырыма кіріп бара жатты. Ақ білектерімен мойныма асылып, еріндерім жабысып, тілінен бал сорып, еріндерім сүюден босағанда, құлақтарына жаным, мен сені жан тәніммен сүйемін, сен үшін өлуге де бармын деген сияқты ақ жүрегімнен шыққан жалынды сөздерді күйдіріп жандырып сыбырлай бердім. Аймалай бердім. Құшағымнан шығарғым келмеді. Осы болып жатырғандардың барлығы түсім емес пе екен? Мынандай аймаңдай сұлудың от құшағында өртеніп жатқаным шын өмірде ме екен? Бұл не деген бақытты түн еді. Жаңа ғана аунақшып дөңбекшіп
кірпігім ілінбей жатқан жоқ па едім. Осыған дейін ең болмағанда қолымнан да ұстаған жоқ еді ғой. Құшақтап сүймек түгілі бір кеште билегенім болмаса, мен бұл жерге қалай келдім деп өңім екеніне сене алар емеспін. Жаздың қысқа түні тез өтіп, таң да атып келе жатты. Ұзаққа созылған махаббат шайқасынан нәр алған, құмарынан шыға тояттаған құшағымдағы сұлуымда сарымайдай балқып балбырап ұйқыға жатты. Мен ғана осындай кенеттен басыма қонған бақыт құсына сенер-сенбесімді білмей дал болып, құшағымдағы бақыт құсынан айырылып қалмауды ойлап жатқан. Сәлден кейін сұлуымның мойнының астында қалған қолымды ақырын оятып алмауға тырысып шығарып алдым да, төменгі жағыма ақжайман орап алып ас үйге барып кофе дайындап, подносқа әртүрлі тәттілер салып алып, жатын бөлмеге келдім. Подносымды кереуеттің қасындағы тумбочкаға қойып, ұйқыда жатқан сұлуымның аймаңдайынан, ерінен, ақ тамағынан, аппақ төсінен жайлап, еріндерімді тигізер-тигізбес қылып, шөпілдетіп сүйе бердім. Сұлуым да оянып келіп, көзін ашпастан еркелеп, мойныма ақ білектерін асып, мені өзіне тартып, ернімне ернін жабысып сүйді де, құшағын жазбастан төсегінде тұрып отырды. Мен қайырлы таң аппағым деп еркелетіп, алдына подносты қойдым. Бұдан былай қарай енді сұлуымды аппағым деп айтатын болдым. Тек тән аппақ емес, ішкі жан дүниесі де аппақ екенін сездім де, ендігі жерде тек қана осылай атайтын боламын деп шештім. Өзіне де айттым. Біздің алғашқы таңғы асымыз осылай басталды. Таңғы ас үстінде телефондарымызды түгелдей өшіріп тастаймыз. Келген адам болса есік ашпаймыз. Осылайша бақытты шағымызды бөтен көздерден қорғаймыз деп шештік. Аймаласу, құшақтасу, сылап сипау, еркелету, махаббат ойындары, құштарлық, ыстық сөздер. Бір мезгілде тәуліктің қай мезгіл екенін де білмейміз. Сыртқы есікті біреу қаққандай болды. Екеуміз жас балалар сияқты есік жақтағы терезенің жапқышының арасындағы саңлаудан сығалап қарадық. Көрші әйел ешкім жауап бермегесін үйіне кетіп бара жатыр екен. Қанша уақыт қағып тұрғанын да білмедік. Ұзақ қақтым екен. Аппағымды оранған жамылғысымен бірге қолыма көтеріп алдым. Ол да ақ білектерін мойныма орай басымды құшақтап алды да, қыдығызы келген сәбидей тыпырлап сықылықтап күле берді. Массаж жасап жүргенде сезгенім, мақын жағындағы бір нүктеге қолың тигенде селк ете түсетін. Қазір де бір саусағым сол нүктенің дәл үстін басып тұр екен. Құшағымдағы сұлу келіншектің бұлқынғанын қызық көріп, саусағымды сол нүктеден алмадым. Керісінше сол жерге батыра түстім. Ой, жаны шығып кетердей болып тыпырлады. Бұлқынды дейсің. Әрі таудан аққан бұлақтай, сыңғырындай құлағымның түбінен шыққан күлкісі қандай керемет. Сол көтерген күйімде ваннаға барып душтың астына тұрғыздым. Өзімде беліме орап алған ақ жаймамды шешіп тастап, қасына тұра қалдым. Суды толық ашып, екеуміздің де үстімізге жылы су жібердім. Рахат. Судың астында тұрған аппағымның денесін сипалап, суық сабынмен жуындыра бастадым да, сәлден соң ол шаруа жөніне қалды. Келіншек мені құшағына алып, бауырыма тығыла берді. Селдетіп құйған ақ жаңбырдың астында, қолшатырсыз қалған ғашықтардай болып, толассыз құйылған жылы судың астында сүйісіп тұрдық. Ол сүйріктей саусақтарымен, жұп-жұмсақ алақандарымен денемдегі әртүрлі ұрыстардан, шайқастардан түскен тыртықтарды, ескі жарақаттардың және күні кеше алған жаңа жараның орындарын сипалап, сүйіп емдеп, бұлардың тарихтарын сұрады. Неге көп деді. Бала кезден бастап күні кешеге дейін бір талай тыртықтар бар екен, оларға ешқашан мән берген жоқ едім. Санын да білмеймін. Енді ғана сұлу келіншектің саусақтары тигесін біраз бар екенін біліп отырмын. Түнде де құшақтап жатып саусақтарымен соларды аялағанын сезгенмін. Суды тоқтатып, сұлуымды сәби сияқты ақ жаймаға орап алып көтерген күйі жатын бөлмеге апардым. Кереуетіне отырғыздым. Сәлден кейін екеуміз тамақ жасау үшін ас үйге бардық. Әрине, арасында көп сырластық. Айтылмаған әңгіменің шегі жоқ. Өзім туралы бүкпесіз бар шындықты жайып салдым. Оның өмірі жөнінде де біраз мәліметке қанықтым. Жастай тұрмысқа шыққан, балайы өтер-өтпесте жұбайы көлік оқиғасынан қаза тапқан. Уақыт өте келе аяғы ауыр екенін білген. Мезгілі жеткесін қызы дүниеге келген. Өсірген, өндірген, шет тілдері институтына оқуға түскен. Сол жерде жүріп, шетелдік азаматқа тұрмысқа шыққан. Біздің елге келген шетелдік делегацияға аудармашы болып жүргенде болашақ жұбайымен кездескен. Көп ұзамай тұрмысқа шыққан. Өзі журналист мамандығына оқып, теледидарда, театрларда мамандығы бойынша қызмет атқарған. Әлі де жұмыс жасауда.
артынан қалмай тұзағына түсірген бір адаммен аз уақыт бірге тұрған, бірақ ол адамның сырты жылтыр болғанымен ішкі әлемі сыртқы жылтырағынан сай болмай шыққан. Көрсе қызар, қуыс кеуде, іші тар қызғаншақ. Бірге тұрған аз уақытта осы жағын байқап үлгергесін тездетіп айырылысқан, енді қайтып маңына жолатпаған. Осы жағдайдан соң ақ еркек атаулыға көзқарасы онша емес. Артынан біраз жылдардан соң түнгі махаббат майданынан кейін тыныстап жатқанымызда құлағыма сыбырлап, менің еркектерге деген теріс көзқарасымды кері айналдырған сенсің. Еркектің ыстық құшағы осыншама ләззат сыйлайтын тек сенің қойныңда жатып, сен құшағыңда балқып білдім. Сол үшін де саған ризамын. Сұңқарым, кейде қыраным, жұлдызым деп те еркелететін. Оянбай бұғып қалған сезімімді ояттың. Әйтпесе мына өмірден бос өтеді екенмін. Әйелдік ғұмырымның көбі кетіп, азы қалғанда болса да саған тап қылған тағдырыма ризамын деп ағынан жарылып еді. Бірақ оған дейін әлі көп бар еді. Бүгінгі таңдағы менің статусым қандай екенін білмедім. Әзірге бақыттан басым айналып, алдағы күнді ойлауға мұршам жоқ. Үйі жақсы екен. Бір бөлменің жары толған кітап жиналған сөрелер, еденнен төбеге дейін. Кіші залдың қонақтарға арналған асхана, бір жағында камин тұр, қасында шымшуырлары, көсеулері, тағы да керек жарақтары жинаулы тұр. Теледидарға видеоплеер қосып, шетелге саяхаттағанда түсірген видео репортаждарды да тамашаладық. Не деген білімді, білікті, жан-жақты мықты дамыған әйел деп танысанумен болдым. Ішкі әлемі өте бай, сыртқы сұлулығына сай әйел екен. Құшағымыз жазылмай осындайларды тамашалап отырғанда түн болғанын да сезбеппіз. Әппағым дәмді қылып кешкі ас дайындады. Мен қасында болып көкөністерден салат жасадым. Сыртқы есікті де, терезелердің жапқыштарын да ашпастан бұл күн солай өтті. Келесі күні кешке қарай ғана үйден жарық дүниеге шықтық. Құшақтасқан күйі ауладан шығып, ауылдың шет жағында ағып жатқан өзенге қарай беттедік. Соңғы үйлерді артқа тастап, ашық алаңмен өзеннің жағасына қарай беттей бергенімізде, қасымыздан сәл асып барып, тормоздарын шиқылдатып, екі машина тоқтады. Екі машинадан 7-8 жігіт сау етіп түсе қалды. Әппағым бір жаманшылық сезгендей қолымнан тас қылып ұстады. Үн жоқ, күн бата қоймаған шақ, айнала жарық. Жігіттердің арасында алдыңғы түнде бізге соқтыққан 3 бұзақы да бар сияқты. Шырамытып тұрмын. Өш алуға келгендер ме, әлде қалай, мүмкін жекпе-жек арқылы мәселені шешуге мүмкіндік берер деп ойлағанымша болған жоқ. Жігіттердің арасынан біреуі маған қарай құшағын аша жүре берді. Күліп келеді. Келе мені құшақтап амандасып, мені сыртымнан танитынын айтты. Мен де ол жігітті шырамытып тұрмын. Бокстан өтетін жарыстарда көріп жүретін сияқтымын. Қалған жігіттері машиналардың қасында сол күйі иіріліп тұрып. Маған келген жігіт солардың басшысы главарь екен. Алдыңғы күн түнде болған келеңсіз жағдай үшін бізден, әппағым екеумізден кешірім сұрауға келіпті. Бұл жігіт мені тек бокстан өтетін жарыстар арқылы ғана білмей, соңғы кездерде көптеген істерім, жаттықтырушының тапсырмалары жайынан да хабардар екен. Сөйткенше болған жоқ, алдыңғы түндегі бізге соқтыққан бұзақыларды шақырып алып, бізден кешірім сұратты. Жігіттерінің алдында авторитет екені көрініп-ақ тұр. Үшеудің бірінің қолы шыққан ба, сынған ба, мойнына асып байлап алыпты. Тағы біреуінің мұрнының сынғаны қисайып тұр. Үшіншісі де ақсаңдап жүр. Үшеуінің де қолдарын қысып кешірім берген болдым. Шындығында мен ол жігіттерді құшақтап сүйіп, рахмет айтуым керек қой деп ішімнен күліп тұрдым. Осы үшеуі соқтықпағанда мен керемет сұлудың құшағында болар ма едім, болмас па едім. Ай дүние-ай, біреуге былай, біреуге олай. Топтың басшысының айтуынша оларды біздің үйдің сыртынан қарауылдап, қашан көшеге шығатынымызды аңдаған. Әртүрлі жолдармен мына 3 жігітті жазалаған, мен екенімді анықтаған. Қорқып тұрған әппағымның көңіл орнына түсейін деді. Жігіттер әппағымнан да кешірім сұрады. Қолдарын кеуделеріне қойып бастарын иген болды. Осылайша алдыңғы түнгі орын алған қолайсыз, мен үшін өте тиімді инцидент бейбіт аяқталғандай еді. Кетерінде топ басшысы маған: осы аймақтағы кез келген шаруаның ретін келтіреміз, оңынан шешеміз, көмегіміз керек болса хабарласуға болады, қуана-қуана көмектесеміз деді. Жапырлай көліктеріне міне сала кетіп қалды. Әппағым екеуміз серуенімізді жалғастырдық. Өзен жағасындағы суға аяқтарымызды малып, бір-бірімізге сүйене құшақтаса отырып сыр шертістік. Әппағым менің бұларды қайдан танитынымды сұрады. Басшылары жақсы боксшы екенін, жарыстардан көріп жүргенімді айттым. Жаман істер арқылы атағым шыққанын айтпадым. Ай туып жұлдыздар шыққасын үйге қайттық. Үйдің кіре берісіндегі веранданың баспалдағына бір корзина ақ раушан гүлдері,
бір корзинада әдемі торт, шоколад, тәтті сок, бір бөтелке шампан шарабы және открыткада біздерден сіздерге деген әдемі жазу бар екен. Әлгі жігіттердің ісі екенін түсіндік. Қабыл алдық. Үйге кіріп шешініп жуынып алғасын, әппағым ауладағы беседкада айдың жарығымен тортпен шай ішсек, аққайнар шампанымен осы кездесуімізді атап өтсек қалай болар еді деген ұсынысын айттым. Қуана келісті. Керемет шай ішу болды. Ертеңге менің қандай жоспарым барын сұрады. Емтихандарымды толық тапсырып болдым. Қалғаны шипажайдағы жұмыстарым еді. Тар төсекте сары майдай балқыған әсем келіншектің ыстық құшағында қалай ұйықтай алар едің. Таңертең ерте тұрып, жуынып, таңғы асты ішіп алып, екеуміз де автобус аялдамасына бардық. Ол қаладағы жұмысына, мен шипажайдағы жұмысыма, тұратын мекемеге кеттім. Әппағымсыз күн өтіп, кеш түсіп болмады. Сағатыма қарай шыдамым таусылды. Шипажайдың басшысына алдында телефонымды сөндірерде 2 күн сенбі жексенбі болмаймын. Шұғыл шаруалар шығып тұр деп ескерткенмін. Ескерткенім жақсы болды. Келген бойда аңшыңсыз жұмысыма кірісіп кеттім. Жұмыс уақыты аяқталған бойда аялдамаға қарай құстай ұштым. Үйге жетіп келсем, әппағым жұмыстан ерте келіп, дәмді ас дайындап жатыр екен. Мені күтіп, тамақты мен үшін дайындап жатқанын бірден сездім. Есіктен кіріп келгенімде көздері жарқ ете қалып, маған қарай құстай ұшты. Аяқ киімімді шешіп үлгерместен мойныма асыла кетті. Қатты сағынған екен. Мен де осы сәтті күтіп, жаным шыға, күнді әрең кеш қылған едім ғой. Кешкі ас үстінде менің осы үйге толықтай көшіп келгенім дұрыс болады деп шештік. Осы мәселені өзім бастай алмай, өзімнен шешім күтіп жүргенімде, ол кеше кешкі ас шай үстінде сезген екен. Бірақ сол бойда ештеңе айтпастан уақыт көрсете жатар деп кейінге қалдырыпты. Ал бүгінгі күн сағыздай созылып өтіп болмай, қатты сағынғанын айтты. Шындығында менің дұрыс адам екендігіме, арам ойым жоқтығына осы аз ғана күннің ішінде көзі жетіпті. Шипажайдағы бірге серуендеген күндерде де мен ол келіншектің сынағында болыппын. Сынақтан мүдірмей өтіппін. Ертеңіне шипажайдың басшыларына алғысымды айтып, оқуыма жақын маңнан ыңғайыма сай келетін пәтер тапқанымда соған көшетімді ескерттім. Көшеді деген аты ғана, бірер сөмкеге сиятын киімдерім, кітаптарым ғана ғой. Көшіп келдім, бірге тұра бастадық. Менің осыған дейінгі қысқа ғана ғұмырымдағы алғашқы отбасылық күндерім, сүйіктімнің ықыласымен дайындалған үй тамағын жей бастадым. Бұған дейін ылғи казенный үйлерде тұрып, көпшілікке дайындалған дәмсіз асқа үйреніп қалған адаммын ғой. Осылайша бақытты күндер өтіп жатты. Екеумізден асқан бақытты жандар жоқ еді. Әппағыма бірер рет үйленейік, заңды түрде ерлі-зайыпты танайық дегенімде көп ыңғай бере қоймаған. Мен де оның мазасын алып, өзіне ыңғайы келмейтін әңгімені қайталай беруді жөн көрмедім. Әппағымның ақылы ұшан теңіз, өте салмақты адам. Осы мәселе жөнінде бір ойы бар шығар. Реті келгенде өзінен естірмін деп жүре бердім. Ол кітапты көп оқиды, тамақты дәмді пісіреді. Күнде кейде таңертең, кейде кешке қарай үйде йогамен шұғылданады. Медитация жасайды. Арасында йога орталығына барып, жаттығуларға қатысады. Кейбір кездері түннің бір уағына дейін жұмыс жасап, мақалалар, резенциялар, тағы бірдеңелер жазып, жай жататында болады. Сирек болса да, кейбір кездері құрбылары да қонаққа келетіні бар. Бірте-бірте мен осы ортаға үйрене бастадым. Адамды орта қалыптастырады ғой. Айналам толған өнер, ғылым адамдары болғасын да шығар. Әлде бұрыннан да ұмтылысым бар ма? Мен де білсем, көрсем деген қызығушылық пайда болды. Әппағым да театрлардағы қойылымдарға барғанымды жақсы көретін сияқты. Қандай қойылымдарды қараған дұрыс болатыны жайында да кеңес береді. Қандай кітап оқу жөнінде де кеңестер береді. Жақсы жаққа қарай бағыт алғанымды өзім сезіп де байқап та жүрмін. Әппағымның қасына келгелі ой өріс, сөз сөйлеу деңгейім бірталай өзгеріп қалды. Осылайша жүргенде менің оқуым да аяқталып, диплом қорғауым қалды. Диплом қорғауға әппағым қатысты. Барлығын видеокамерасына түсіріп алды. Әппағымның диплом қорғауыма киіп келген киімдерін, аудиторияға қалай маң-маң басып кіргенін көруге көз керек қой, көз керек. Ал содан кейін бірнеше күннен соң маған диплом тапсыру салтанатын әппағым өзі таңдап жүріп, мені кереметтей қылып киіндірді. Өмірімде киіп көрмеген костюм шалбар алдым. Қымбат матадан тігілген, фирмалық бутиктен алынған. Туфли де соған сай. Әппақ көйлек, запонка, әдемі галстук қыстыратын әдемі қыстырғыш, әдемі қол сағат, тіпті қол орамалға, шұлыққа дейін әппағымның таңдауымен алынды.
Сол күні екеуміз шыттай болып киініп, қос аққудай болып институтқа келдік. Салтанатты жиыннан 5 жыл тер төгіп оқыған еңбегімнің нәтижесіндей диплом алып, кеудеме жоғарғы оқу орнын бітіргенімді білдіретін төсбелгі ромбик тағып шықтым. Әппағым менің жетістігіме менен артық қуанған сияқты. Жүзі бал-бұл жанып, көздері күлімдеп кереметтей нұрланып кетті. Екеуміз жақсы мейрамханаға барып, осы қуанышты атап өтпекші болдық. Бұл көптен бері ойластырылып қойған мәселе еді. Әппағым тек дипломды болғанымды, оқу бітіргенімді атап өтпекші болып жүрсе, бұл отырысқа мен тағы бір басқаша қырынан келіп, ерекше мән беріп, дайындалып едім. Алдыңғы кездерде менің үйлену жөніндегі бірер рет айтқан сөздеріме ұзақ уақыт жауап болмай қалып, бір реті келгенде осы мәселені өзі қозғаптаған. Екеуміздің жас алшақтығымыз көп, әрі мен саған бала туып беретін жастан асып та кеттім. Ендігі жерде бала көтере алмауым да мүмкін. Егер сенің меселіңді қайтара алмай, саған тұрмысқа шыға қалсам, онда сен ұрпақсыз қалуың да мүмкін. Беттің әрі біраз жылдардан соң қайтады, әжім басады, қарттық келеді. Одан ешкім қашып құтыла алмайды. Қазіргі кезде мені құлай сүйіп жүргеніңмен, уақыты келгенде сен артымда ізімнен ерген ұрпағым қалмады-ау деп өзім де жалғыз едім. Енді міне бұл фәни дүниеде із-түзсіз жоғалатын болдым деп ойланатын боласың. Маған сездірмегенмен іштей өзіңді мүжейтін боласың. Сол кезде сенің қиналғаныңды, мүжілгеніңді көру маған да оңай болмайды. Мен сені қатты жан-тәніммен сүйемін. Осы өмірімдегі шын сүйген ер азаматым сен ғанасың. Сондықтан сен оқуыңды бітіріп, жақсы мамандық алғаннан соң өзіңе жақсы жар болатын, өзің теңдес жас қыз таңдауың керек. Мен сендерге тілекші болайын, кедергі келтірмейін деген сияқты уәждер айтқан болатын. Мен сол кезде оның айтқандарынан келіспей, оның бар болмысымен, жан дүниемен сүйетінімді айтып, құшағыма қысып аймалап едім. Айтуын айтып алғанмен, осы сөздерден кейін ол да басын кеудеме қойып солқылдап жылап еді. Оны жұбата алмай есім кеткен әлі күнге көз алдымда. Сол кезден бастап мен осы диплом алатын кезге дейін дайындала бастағанмын. Қаланың ортасындағы аппағым ұнататын мейрамханаға келдік. Алдын ала тапсырыс беріп қойған орындарымызға отырдық. Тамақ мәзірін де таңдадық. Тапсырыс бердік. Әңгімелесіп отырмыз. Отырыс әбден қызған кезде менің ымдауыммен администратор музыканттарға барып алдын ала келіскеніміз бойынша тапсырыс берді. Диджей микрофон арқылы менің атымды айтып, әппағымның қолын сұрайтынымды бүкіл зал толы қонақтарға жариялады. Әппағым өз атын естігенмен бұл не спектакль екенін түсіне алмай дал болуда. Осы кезде диджей маған бір корзина ақ раушан гүлдерін және бір қорапша әкеліп берді. Керемет музыка төгіліп тұр. Зал толы біз танымайтын қонақтар біздің стол жаққа қарап қалған. Әппағым әлі абдырап отыр. Мен диджейдің қолынан корзина толы ақ раушан гүлдерін алып, әппағыма ұсындым да, диджей қорабын ашып дайындап беріп тұрған күміс сақинаны, күміс әдемі сырғалар мен қазақы ою өрнек салынған білезіктерді әппағымның қолын маған жар болуын сұрадым. Сол кезде музыка тына қалды да, зал толы қонақтар орындарынан тұрып, қол шапалақтап тұрып қалды. Әппағым мынандай қошеметтен де, бүкіл зал толы қонақтардың назарынан да қысыла-қысыла орнынан тұрып гүлдерді қабыл алды. Қонақтар қол соғуларын қояр емес. Мен де сақина ұстаған қолымды әппағыма қарата созып тұра бердім. Ненің не екенін енді түсінген әппағым менің қандай қулыққа барғанымды көріп қуанғаннан жымиып күле берді деп саусағына сақинамды кигізуге ұсынды. Сақинаны кигізіп бола бергенімде керемет музыка ойнай жөнелді. Бұл Шәмші Қалдаяқовтың вальсі еді. Алғаш рет екеуміз шипажайдың би алаңында билеген вальс әуені. Сол бойда әппағымды ортаға биге шақырдым. Сазда әуеннің ырғағымен биле жөнелдік. Ортада тек екеуміз ғана. Басқа қонақтар бізге қарап қол соғыптыр. Әуен аяқталып, біздер орнымызға отыра бергенде, басқа столдардан екеумізді құттықтаған гүл сәлемдемелер ағыла бастады. Корзиналармен де, букеттермен де келіп жатқан гүлдерде есеп жоқ. Столымыздың айналасы гүлге толды. Танымайтын, осы мезгілде залда болған қонақтардың барлығы да тап осындай керемет тамаша түрде ұсыныс жасаған және оны қабыл алған қалыңдық пен күйеуге риза болып, кезек-кезек ағылып келіп құттықтап, шарап толы бокалдарын соғыстырып, біздерге бақытты өмір тілеген ақ тілектерін айтып жатты. Бір мезгілде диджей микрофон арқылы жаңа пайда болған қалыңдық пен күйеуді ортаға шығып, достарының атынан тапсырыс берілген әуенмен би билеуге шақырды. Шықтық, биледік. Әппағым мәз, қуаныштан көкке ұшуға шақ қалып, вальс әуенмен құшағымда қалықтауда. Мен таңмын. Бұл жерде мен танитын бір адам жоқ сияқты, және менің тап осындай ойым барын
өзімнен басқа тірі жан баласы білмейтін еді ғой. Музыка аяқталып, аппағымды орнына отырғыза бергенімде бір жігіттер келіп екеумізді құттықтады да мені оңаша шығарып алып, бір кездері бір іс бойынша жолдарымыз қиылысқанын, сол кезде мен оларға жақсылық жасағанымды айтты. Мен есіме түсіре алмадым. Сонымен түн ортасынан ауа қалыңдығымды қолыма қондырып, көңілім бірленіп, үйімізге қайттық. Сол түні көз ілмедік. Аппағым менің тапқырлығыма, өзін қалай алдап торға түсіргеніме таң қалып, риза болып, күлкіден езуі жиылмады. Аппағым менің өзін ессіз сүйетінімді, өзі үшін қандай жағдайға да баруға дайын екенімді көрді. Ұстамды, сезімге көп ерік бере қоймайтын адам болып көрінгеніммен, екеуміз оңаша қалғанда мені жаны шыға сүйетін, аймалап еркелейтін, кейде жас сәбидің қылықтарындай қылықтары барын көріп қайран қалатынмын. Қазақтың дәстүрі бойынша мен қалыңдығымның құлағына сырға салдым. Басқа ағайыным болмағандықтан, сұлуымның да айналасында ет жағын ағайындар жоқ еді. Өзім құда түсу жоралғысын жасадым. Оған сол кеште мейрамхана залы тола отырған қонақтар куә. Енді мәселе шағындау болса да, той жасап үлкендердің, жақсы жанашыр жандардың ақ батасын алып, ЗАГС бөлімінде ресми түрде ерлі-зайыпты екенімізді тіркету ғой. Аппағым екеуміз осы шаруалар жайын жақсылап ойластырдық. Таңғы асымызды ішіп алғасын бірден ЗАГС бөліміне барып өтініш бердік. Аппағым жұмысынан бірер күн ақысыз демалыс алды да осы шаруаға белсене кірісті. Алдымен аппағымның ақылымен маған балалар үйінде қамқор болған, аналық ақылын айтқан, дұрыс жолға салып, басқа балалар сияқты бұзық жолға түсіп кетпей, осындай болып өсуіме мықты ықпал жасаған тәрбиеші апайыма барып, сол кісінің алдынан өтуді жөн санадық. Бұл кезде апайым зейнет демалысына шығып, үйінде болатын. Ол апайым аппағымды әлі көрмегенімен, менің әңгімелеріммен сырттай жақсы таныс. Балалар үйінен шығып кеткеніммен, мен жиі болмағанымен, арасында ауық-ауық ұшқан үйіме барып тұратынмын. Ал апайыма сәл қолым тие қалғандай болғанда, жиірек барып, хал жағдайын біліп, қолымнан келгенше көмегімді беріп тұратынмын. Ол кісі туған анамдай көретінмін. Шындық, туған ананың қандай болатынын білмеймін, бірақ осы кісінің істері, болмысы, мейірімділігі арқылы жобалаймын. Апайымның тағы бір маған жасаған көп жақсылықтарының бірі менің ана тілімді ұмытпауыма сіңген еңбегі.